Шеберлік каналында сіздерді көруге қуаныштымын. Бүгін біз осындай аяқ киімнің осылай тесіліп қалған кездерінде не істеуге болатындығына қатысты қарастыратын боламыз. Әдетте мен бұрын білмеген кездерінде мүмкін кейбірімізде солай ойлайтын шығармыз. Мына жерден бігізбен тартып, мынаған кіргізіп, мына жеріне тартып тіге салуға болады деп. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Бұл аяқ киімде мына жерлеріне күш салынатын болғандықтан құр жіппен іліп тігу ол жөн емес. Мысалға, киімдеріңізден де бір жер жыртылатын болса, сіздер құр бүйтіп тіге салмайсыздар ғой. Не істеуге тырысасыздар? Әрине жамауға тырысасыздар. Астына мүмкін мата қойып, киімдерге қатысты айтып жатырмын. Ал аяқ киімге келген кездерде әрине аяқ киімді былғармен істеу қажет болады. Бүгін біз міне осындай былғар қолданатын боламыз. Яғни екі былғарын алдым мен. Сіздерге жақсы түсінікті болу үшін. Және осы былғарын қолданатын боламын. Мына жердегі тесікті көріп тұрсыздар, Осы тесікті. Осы тесіктің көлемінде қылып алуға тырысамын. Және мына жерлері 2,5 мүмкін шамамен 3 сантиметрге жоқ. Мынаны бүйтіп былғарына кесіп тастайын. Ал мына жерінде жыртылған жеріне қатысты айтатын болсақ, мен сәл мына жағынан, мына жерден бітіп тұрса, осы жерінен бітіп тұрса, мына жерін артығынан алуға тырысам. Мына бетінен де сәл осы бір жерлерден алуға тырысам. Неге? Өйткені болашақта да жыртылу қаупі болуы мүмкін. Және де сіздер ескеретін жайт үй жағдайында. Былғары сіздерге қажет болады. Қажет құрал-саймандарды айтамын. Сонымен қатар желім қажет болады. Клей деп жатамыз. Желім. Осы желім негізі нейрит деп аталады. Сонымен қатар нені ескеру керек? Осындай былғарын алған кезде былғарының екі жағы болады. Әдетте бір қараған кезде байқалмайтын шығар, мен тартып жатырмын, созылмайды. Ал мына жаққа қарай тартатын болсам, қараңыздар, созылып жатыр. Сол себепті созылмайтын жағына қарай осындай ендігін созылмайтын жағынан алуыңыз керек. Неге? Өйткені мына жағы кейінірек ішіне аяқ киім кірген кездер, аяғымыз кірген кезде аяқ киімнің ішіне, сол кездері созылмайды. Ал егер былай істеген болатын болсақ, түсінікті ол жер ырбиып, былай созылып кететін болады. Сол кездерде сіз мына жер тіккен күннің өзінде де былай созылу қаупі бар, ашылу. Астары көрініп тұрады. Сол себепті осындай, яғни мына былғардан көрсейін, былғарыны мына жерде қай жағына қарай. Кейбір былғарылар бар, әрине ескеру керек, екі жағына да созылады. Мына жерде көріп тұрмыз, мына жағына қарай созылуда, мына жағына қарай сәл-пәл созылады екен. Бірақ дегенмен де мына жағына қараған кезде мына жағы аса қатты жібере қоймайды. Бұл түсінікті шығар. Енді мынаны үстіңгі жағын айтарлық. Үстіңгі жағына келетін болсақ, үстіңгі жағын сәл домалақтау қылдым. Неге? Өйткені ішіне қарай кіргізген кездерде не болады? Бұл дүңкиіп тұрмас үшін мына жерін мен жұқартамын. Оны қалай жұқартамыз? Сонымен қазір көрсетейін. Пышақ бізге қажет болады. Қандай пышақ болмасын? Менде қазір аяқ киімін жөндейтін арналған пышақ. Мүмкін сіздерде үй жағдайында пышақ табатын шығарсыздар. Бірақ қалай болмасын, өткір болған жақсы пышақтың. Сәл жантайтып, былай емес, кесіп тастайтын. Былай сәл жантайтып кескен жақсы. Сол кездерде былғарының шетін ғана аламыз. Біздің мақсатымыз да сода, шетін алу. Шетін осылай жұқарту керек. Өйткені жаңа айтқандай, астынан дүңкиіп көрініп тұратын болады. байқалмас үшін осылай
жұқартамыз айналдыра. Айналдыра дегенде астын жұқартпай ақ қойсақ та болады. Ол астары мынау аяқ киімнің табанына кіріп кетеді. Бірақ енді қатты қалың болып жатса, әрине онда жұқартқан дұрыс деп шешерсіздер. Өздеріңіз қараңыздар. Жағдайға қарай, сіздердің былғарыңыздың қалыңдығына қарай. Мүмкін өзіңіз ыңғайсыз сезінемін дейтін шығарсыз. Осы жерден көргенде жаңағы алдындағы қарағанда мына жер жұқарды. Қараңыз. Содан кейін барып бізге ішіне қатысты айтатын болсақ, және мына жеріне отвертка үшкір болмаған жақсы, бігіз қолдануы мүмкін біреулер. Астарын былай. Аяқ киімнің үстіндегі былғары, мынау аяқ киім былғарыдан жасалған, үстіндегі мен астарын ажырату үшін сәл осылай жүргізіп өту керек болады. Содан кейін барып, одан қала берсе, осындай астарында тұрған картонды көтеру қажет болады. Біреулер мүмкін астарын алып тастап жататын шығар, картонмен. Астарын дегенде мынау былғары ішіне кіріп тұрады ғой. Сол былғарыны алып тастайтын шығар. Өздеріңіз қараңыздар, қатты дүңкиіп кетпес үшін астарын алуға да болады. Әсіресе былғарыны айтамын. Ал жасанды былғарылар бар емес пе? Оны біз кожзаменитель дейміз. Оны алмаған жөн. Неге? Өйткені жасанды былғарылардың ары қарай жыртыла беретін қаупі бар. Сол себепті біз оларды алмаймыз. Жерлер бөлек-бөлек болып кетіп жатыр. Қалай болған күнде де мынау шет-шетінде тазалап жібереміз. Мына жақ шетін сәл біз жаңа артығынан аламыз еді ғой былғарын. Соларға ыңғайсыз болмас үшін, астына бүгіліп, астына кетіп қалу үшін бізге мына шет-шетінде тазарту қажет болады. Мына шетін, сосын мына шетін, әрі мынау жоғарын. Маған сәл ыңғайсыз болып тұр. Дәл алдында камерадан бөлек істейтін болса, маған жеңілдірек болар ма еді. Сол себепті маған сәл ыңғайсыз да болып тұр. Жаңа дайындаған яғни осы былғарыны қазір кейбір аяқ киімін жөндейтіндер астарымен салады. Неге? Кішкене ыңғайлы дейді да, осылай салған. Бірақ мен бұлай салуды жөн көремін. Неге? Өйткені қараңыздар, былғарының әдетте мына жерін суға қарсы тұратындай күші бар. Әдейі боялған, солай суды өзіне сіңдірмейтін ерекшелігі бар. Мына жағы әрине ондай қорғаныспен істелінбеген. Сол себепті мына жағын неғылатын болсақ, уақыт өте келе оған су тиеді ғой мынау тесігіне. Әрине бұл тесік жабылады, бірақ дегенмен де осы астындағы былғарға су тиетіндіктен осы жерлері сулануы мүмкін. Содан қорғау үшін бізге әрине осылай бетімен салған жөн болады. Тағы да айта кетейін, мынау отвертканы неге қолданамын мен? Отвертканы қолданудың себебі, қазір осылай кіргізіп жатып айта берейін. Отвертканы қолданудың себебі үшкір зат болатын болса, мысалға айтарлық бігіз болатын болса, бігіздің ерекшелігі ол үшкір. Мына жерде сәл басқаша кіргізіп жіберсеңіз, мүмкін мынау былғарыңыздың өзін тесіп жіберу қаупі бар. Сол себепті отвертка қолданған жөн. Астарында мен ұстап тұрмын. Астында қолмен сәл ыңғайсыздау болуы мүмкін, қымбатты көрермен. Сол себепті ішіне салған былғары бүктеліп қалмас үшін астында бүгіліп қалу қаупі бар. Сол себепті ары бері және қолыңызбен, ішіндегі қолыңызбен кішкене көмектессеңіз жақсы. Сыртында
отверткамен не қыласыз. Сонымен осы жердегі былғарыға қатысты мысалға келтірейін сіздерге, түсінікті болу үшін. Өйткені ішінде не болып жатқан видеоға түсіру мүмкін емес. Бірақ дегенмен де кейбір жерлер бүгіліп жатыр. Ішіндегі бармағыммен сезіп тұрмын. Енді қараңыздар, сіздер салған кездерде қалай салуларыңыз керек. Міне, сәл көріп тұрған шаршылар бүгіліп тұр. Астары. Бұны аламыз да, осы жерін алып, бүгілген жерін қайтып мына жағына қарай жібереміз. Бірақ оның алдында сәл, ол сіздерге аса көрінбей тұр екен ғой. Яғни қараңыздар, мына бүгілген жерін шығардым да мен, қайтып салып қойдым. Мынау астарын астына жіберуге тырысам, картонның астына, және мына жаққа қарай кетіп қалып жатыр қайта-қайта. Кешірім өтінем, көрінбей жатса. Мен астарын алмадым. Астарын дегенде мына кожаның мына жағына қарай мына жерлерін алмадым әдейі. Өйткені ол аса кедергі жасамайды да. Сонымен мына жаққа қарай сәл жылжыттым. Астарына қарай жіберу керек болады. Сонымен не айтқым келеді қазір? Мынау былғары, жаңа ішіне салған былғары дерлік. Осы былғарын, мына жерлеріне қарамай қойыңыздар. Жалпы мысал ретінде келтіріп жатырмын. Бізге жартылай жоғарысына жіберу керек болады, а жартылай астына жіберу керек болады. Сол себепті бізге ішіне кіргізген кездерде мына жақтары артық қой, мына жағы мен мына жағы жаңа көрсеткендей. Сол екі шетіне қарай жіберу керек болады былай. Сосын сәл кіргіземіз да, мынаны астарына қарай жіберу керек болады. Түсінікті ме? Осылай қазір мен отверткамен де ішіне тығындап жатқанымда сол. Және де мынау орнатылдау деген кездерде ескеріңіздер. Астарын. Мынау көрдіңіздер ме? Сәл астына кірмеген, сол себепті былай тығындап кіргізуге тырысудамын. Сонымен о жағын көрдік. Мына жағын көріп тұрған шығарсыздар. Бұл ары қарай кетіп қалған көбірек. Сол себепті бұны аламыз да, сәл бұлай және артығымен мына жағына қарай кіргізуге тырысамыз. Түсінікті шығар сіздерге. Бұл қазір осы аяқ киімнің нюансы болып тұр. Бірақ әркімде әртүрлі қиындықтар туындауы мүмкін. Осыны кіргізіп жатқанда. Біреулердіңкі қайырылып қалуы мүмкін. Бірақ қайырылып қалмас үшін жаңа мен айттым. Үстіне қарай, үстін домалақтау қылсаңыздар болады. Қайырылып қалмас үшін осы. Сонымен қазір астына үстіне келтірудемін. Шлей астына да көп кет қалмасын. Біреулер осыны жақсылап келтіре алу үшін астында үстінде. Олар не істейді? Олар тура жаңағы салып жатқан былғарын алайық. Соның тура ортасына осылай плюс қояды екен. Қосу сияқты, белгінің дәл ортасына қояды. Сол кездерде былай ішіне салған кездерде соның ояқ-бұяғын былай дұрыстайды. Мен олай істемеймін. Өйткені мүмкін бір-екі істегенде ол болатын шығар, бірақ күніге істеп жүргендіктен ондайдың маған қажеті жоқ. Ол біріншіден уақытты талап етеді. Көп уақыт кетеді, оны әрқайсысын сызып, әрқайсысын істеп отырғанға. Ал егер сіздерге солай ыңғайлы деп тапсаңыздар, солай істесеңіздер болады. Сонымен мен қазір кіргіздім. Көрініп тұрған шығар. Жартылай астына кіргіздім. Қарап қойыңыздар осылай. Содан кейін барып жаңағы сіздерге айтқан клейді жаға бастаймын. Жарықтан көрінетіндей қылып істеймін.
клейді ескеру керек. Клейді тек қана жоғарысына ғана жағамыз әзірге. Неге? Өйткені астарын кейінірек дұрыстайтын боламыз. Сонымен арлы берлі жақтарын, ары бер жақтарын мен әдейі отверткамен жағып жіберіп жатырмын. Үстіңгі жақтарына ғана. Енді осы күйінде бір 10-15 минут қоямыз. Күтеміз. Міне 10-15 минуттай өтті. Негізінде осындай желімдерді алып, қыздырып, содан кейін барып желімдеп жатады, клейлеп жатады. Бірақ мен бұлай істей саламын. Неге? Өйткені бәрі мен үстінен машинемен тігіп өтемін да. Сол себепті мен бұны белсендірмеймін. Активировать дейді, жаңа қыздырған кездерде клей желім өзінің күшіне енеді. Қазір осы жерді, мына жерді тігіп шығу қажет болады. Ол үшін сіздердің жағдайларыңызда машинке болмаса, тігім машинасы, онда өткен жолы көрсеткендей бігіз қажет болады. Осындай иненің көлеміндей мынау ілгегі бар. Көрініп тұрған шығар. Сонымен қатар осындай жіп. Мен сіздерге қара жіпті көрсетіп тұрған жоқпын, өйткені қара жіп менде қазір машинкеде, тігім машинесінде. Ал мынау жіптің ерекшелігі, өткенде де айтқан болатын, қазірде қайталап өтейін. Бұл капрон жіп. Кәдімгі жіпке ұқсағанмен машинадағы. Бұл капрон жіп оңайлықпен үзіле қоймайды. Осындай капрон жіппен осы жерін тігіп өту керек болады. Мен қазір тігім машинесіне тігіп келемін. Осы жерден тігіп өту керек бұлай. Содан кейін жалғасын көрсетемін.